Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін аз ингредиентпен чак-чак дайындауды көрсететін боламын. Видеоларымды жоғалтпас үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің чак-чагымызға немесе басқаша муравейник деп айтады. Ең бірінші керекті ингредиент ол жұмыртқа. Бір жұмыртқадан 2 тарелка шығады, ал егер де сіз 2 жұмыртқа қолдансаңыз, онда 4 тарелка шығады. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып, ұн салып қамыр илейміз. Ол үшін мен миксерді қолдандым. Егер сізде миксер болмаса, қолмен илесеңіз болады. Қамырымыз қатты емес, қолға жабыспайтындай болып шығу керек. Мінекей менің қамырым дайын, кішкене жабысқақ болып тұр екен, сол үшін ұнға илеп алдым. Және де қамырымыз жұмсақ болу үшін салафанға салып, кішкене уақыт қойып қойдым. Қамырымызды жұқа етіп дөңгелек қылып жайып аламыз. Және де видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзыннан кесіп шығамыз. Және де осы кескен қамырымызды видеодағыдай жұқа бөліктерге кесіп шығамыз.
шұңқылдау табамызға немесе қазанымызға сұйық май құйып қыздырып аламыз. Одан кейін біртіндеп чак-чак саламыз. Чак-чакты салғаннан кейін араластырып тұрған жақсы, сол кезде біркелкі пісетін болады. Чак-чагымыз алтын түсті болғанға дейін қызартып аламыз. Одан кейін бірден алуды кеңес беремін. Себебі ол қоңырқай болып пісетін болса, онда ол әдемі емес көрінеді. Сол үшін қатты ашық та емес, қоңырқай да емес, алтын түстес болған кезде алуларыңызға кеңес беремін. Чак-чагымызға сгущенка құямыз және жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне чак-чагымызды жақсылап араластырып алдық. Енді тарелкамызға саламыз. Және де чак-чагымызға ерекше дәм беру үшін, және де әдемі сән беру үшін шоколадты бетіне сеуіп шықтым. Чак-чагымыздың жоғарғы бетіне шоколадты орналастыру үшін теркамыздың кішкене бөлігінен өткізіп шықтым. Егер сіздерге бұл видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де достарыңызбен бөліссеңіздер болады.